Біз алдыңғы бір сабақта колумн дегенмен танысқан болатынбыз. Бұл дегеніміз виджеттерді жоғарыдан төмен қарай былай тіке бағытта орналастыру. Ал енді қалай былай орналастыруға болады? Яғни осындай қалай айтса болады? Horizontal дейді ағылшынша. Бұны дәл қалай осылай орналастыра аламыз? Ол үшін Flutter'да row деген арнайы осындай мүмкіндік қарастырылған. Бұл да дәл солай колумнға қатысты колумн сияқты жұмыс жасайды, бірақ айырмашылығы виджеттер былай емес, былайға орналасады. Мысалға айтатын болсақ, мен осындай алып жазайын. Жай ғана контейнер ашып қояйық, мысалға көлемі осынша, тігінен осынша және түсі мысалға red. Біз осылай ашайық, тағы біреуін қосайық және тағы біреуін осылай қосайық. Мына жерге green дейік мысалға. Және мына жерге мысалға көк, blue. Сондай жағдайда міне көріп тұрғанымыздай, мынау керісінше былай емес, былай орналасады. Приложение жасау барысында бізде виджеттерді осылай орналастыру немесе былай орналастыратын сондай біраз задача туындайды. Сол кезде біз осы row'ды қолдануымызға болады. Енді бұл жерде де дәл солай қосымша аргументтер бар мына жерде. Мысалға айтатын болсақ, main axis alignment деген бар, main axis alignment точка центр дейтін болсақ, егер сондай жағдайда міне барлығы осындай орталық бөлігінде орналасады. Ал егер керісінше end дейтін болсақ, онда ол соңғы жағында орналасады. Start дейтін болсақ, әрине не болады? Бірінші осы басында басталған кезде осылай орналасады. Яғни біз ештеңе жазбайтын болсақ, онда ол автоматически сол стартта тұрады. Қосымша space between деген бар. Біз егер осылай қоятын болсақ, міне тікелей қойылады. Енді бұларды мен шыны керек әрқайсысы қандай қызмет атқаратынын өзімде жатқа білмеймін толық, себебі біз бұны көп қолданбаймыз. Осылай әрқайсысын өзіңіз жеке-жеке жазып көрсеңіз болады.